Кін. Уа! Бақытты бол, Матикош. Амин. Тастай бат. Давай бәріміз. Екі рет әмин деш. Амин, іште тұрасың ба? Ақ ботам, ал енді қошаған жылап қалды қызы. Сен үшін келдім ғой Алматыға. Негізі. Ашайын ба? Ашы. Өзіміз білеміз. Біздің подругамызды алып қашып кетіпті. Бізге айтпай. Ужас. Қазір барып сазайларын бермесек десе. Матикошты алып қашып кетіпті. Сол енді бізден өте алыста екен. Қазір 1 сағаттық жол таксимен өзімен соған бара жатырмыз. Шынымен күн батып кетіпті ғой, мен ойладым. Уже дала жарық шығады деп. Алматыда күн ерте батады. Сол бұйырса қазір енді Беташарға баратын сияқтымыз. Бұл жылы естелік болып қалсын деп тұрмын. Өмірлік сұрақтарға өзіңде жауап бар ма? Жылы естелік. Нұржан, привет деп қойшы. Бигөке. Бигөке, сәлем деп қойшы. Сәлемушки. Рахметушки. Өмірлік сұрақтарға өзіңде жауап бар. Всем привет, как ваши дела? Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен эфирде жоқпын. Не себепті деп сұрасаңыздар, бүгін біз Матикошты алып қашамыз. Бізде бүгін алып қашу операциясы. Мен Фаран машинасында отырмын. Ан жақта реклама болып жатыр, қатысушылар шығып далаға, бірақ мен енді көрінбей отырмын. Сол қазір Фара барып Матикошты сұрап алады, енді ол білмейді. Бір свиданияға деп ойлайды. Ансам біз алып қашамыз. Өзім бір түрлі болып тұрмын, бір қуанып тұрмын да, жүрегім дүрс-дүрс ұрып, потому что енді осындай бір күшті бақытты сәттердің андай бөлігі болу, бөлшегі болу деймін, қалай дұрыс. В общем, быть частью такого события для меня очень волнительно. Қатты қуанып тұрмын Матикош үшін. Бізбен бірге болыңыздар, обязательно не пропустите наши сторисы. В общем, үйлерге күтіп жатыр. Басыңа ауырмал тағат. Сөйтіп бізде келін боласың бүгіннен бастап. Құдай қаласа. Іші күйіктен ба, әлде шын ғашықтықтан ба? Қандай? Ғашықтық жақсы көру. Ой, Алла! Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін кешегі эфирді көрген адамдар бүгін қалай болады, не болады деп отсаңыздар, әдеттегідей болады күнде. Пікір барысында барлығы ашылып жатады, білініп жатады. Нұрекеңнің таныстығы қалай болды? Әрмен қарай жалғасып жатыр ма? Нұрекең үміткері екеу азаннан кеске дейін сөйлеседі. Ондай сөйлеседі көрмеппін ше. Іші күйіктен ба, әлде шын ғашықтықтан ба? Қандай? Ғашықтық жақсы көру. Ой, Алла! Мынандай адамды бірінші рет көрдім. Кеше ғана танысқан адамға шын ғашықпын деп тұр да өзі. Соны бүгін білетін боламыз. 2:30-да Евразия каналымен бірге болыңыздар. Жақындар, в общем, ернімді ара шағып алып бірген. Үстің бәрі су-суын. Айбай! Тура астың ернімнен шағып алдық, еще ана несін алдық, инесі қап кеткен алдым. Аузыма бір бөле шың не тағап жұтпағама қуанып тұр ме? Ара шағып ештеңе етпей жар, ерім түсіп кетпей, білмеймін. Қандай ара шақ деп? Не жақсам болады?
Şu той басқаға кетіп барадым ғой. Фобия болып қалды сушиге. Мынау ара шағы болды. Мынау ара шағы болды, ештеңе етпейді шығар, лақтырып жіберші көш. Алып тасташы. Достар, барлықтарыңызға қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Мен эфирден шықтым. Қазір бір кісімен қайтып бара жатырмын. Одан кейін үйге барып, заттарымды жинап, бұйырса жолға шығайын деп жатырмын. Ыстық ұям, өзімнің туып өскен жерім, сол Талдықорғанға жол тартайын деп жатырмын. Өйткені бармағалы көп уақыт өтті деген сияқты бір кішкене дем алып, мамамның жанына жанып бір марқайып қалайын деп жатырмын.